Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тілі каналының дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Амандық пен жақсылықта болайық. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер, замандарда. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Бақ деген құс ұшады да кетеді, тақ деген түс кіреді де кетеді, байлық деген мұз ериді де кетеді, мәңгілік қалатын адал іс. Өткен өміріңе өкінбе, шүкіршілік жасағын, өткенге өкіну үшін емес, сабақ алу үшін еске алу керек. Болашаққа үреймен емес, үмітпен қарау керек. Бұл өмір сынақ, тұрасың талай құлап, кей кезде қуанып, кей кезде аласың жылап. Бұл өмір сынақ, мәңгілік емес бірақ, бірде қыс, бірде жаз, мезгілдей ауысып тұрады. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Ешкімге айтуға болмайтын жеті құпия. Айтылмауға тиісті бірінші құпия. Келешекке құрған жоспар. Екінші құпия. Қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Үшінші құпия. Тақуалығыңыз туралы көпшілікте айтпау. Төртінші құпия. Жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Бесінші құпия. Рухани жетілу туралы айтпау. Алтыншы құпия. Үйдегі ұрыс, керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Жетінші құпия. Баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Бәлкім сен қазір мықты шығарсың, бірақ уақыт сенен де мықты. Бірін-бірі көре алмайды адамдар, көзің тайса ту сыртыңнан жамандар. Сырттан сойып болдыңдар ғой сөзбенен, кел ендеше, жан жағымнан талаңдар. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көр де, ішпен біл. Қайда жүрсең де мынаны ұмытпашы, ең үлкен байлық адам, әлемде одан артық байлық жоқ. Ең керемет сыйлық көңіл, иә, бұдан артық сыйлық болуы мүмкін емес. Адамыңды құрметте, көңіліңді кірлетпе.